Мен Болашақ жоғарғы колледжінің М23 тобының 1-ші курс студенті Картай Мадина. Кітапханамыздың ұйымдастырушысы Айтбала Бейсекеевнаның ұйымдастыруымен «Бір отбасы, бір кітап» акциясы аясында өзімнің отбасымен бірге ұлы Абайдың шығармаларын талдамақпын. Абай Құнанбайұлы қазақ халқының ұлы ақындарының бірі. Ол кісінің көптеген өлеңдері мен шығармалары қазіргі таңда бізге мұра болып қалған. Біз де отбасымызбенен «Бір отбасы, бір кітап» акциясында Абай Құнанбаевтың өлең күйлерін талқылау үстіндеміз. Балауша, Абай Құнанбаев туралы не білесің? Абай Құнанбаев ақын жазушы, оның әндері мен күйлері бар. Зарина, Абай Құнанбаевтың қандай қара сөздері бар? Қай қара сөзін білесің? 31-ші. Естігенде бір нәрсені ұмытпауға тырысу. Әуелі, көкірегі балалық берілу керек. Екінші, сол нәрсені естігенде немесе көргенде ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені бірнеше уақыт қайталап ойға сақтау керек. Төртінші, жаман заттардан аулақ болу керек. Дұрыс айтасың. Сезім, Абай Құнанбаевтың қандай өлеңін білесің? Дұрыс айтасың. Осымен осы үлкен жоғарғыдағы ақын жазушыларды білуге міндеттіміз, иә? Сондықтан Ұлы Абай Құнанбаев жазушы, ақын, оның қаншама өлең күйлері бізге мұра болып қалды. Соны сендердің білулерің керек, дұрыс па?